Ассалаумағалейкум. Мынау маған звондап, хабарласып, менің жағдайымды сұрап отқан адамдарға айтатыным. Алла разы болсын. Мынау Шерзаттың жаңағы өлімі туралы. Өлген адамға тыныштық берулеріңізді сұраймын. Содан кейін мені бір сағымнан сынап, тәспісінен адасты, шатасты деп жүрген шығарсыңдар. Маған сендердің ойларың қызық емес. Мен халықты білемін. Халықтың өзінің басы бар, өзінің түйсігі бар. А тобырларға не айтасыңдар, не жазасыңдар? Маған ол вообще қызық емес. Сендердің ойларыңмен жүретін болсам, мен сендер сияқты сол неден аспаған болар едім. Құдайға шүкір, менің елге етіп жатқан еңбегім ерең. Так что мені бір кекетіп, мұқатамды ойламай қойыңдар. Мені тиктокқа шықпай жатқаным, тиктокта жабылып тобырлар бан берген кезде, тикток жабық тұр. Немесе ойламаңыздар. Мені бір ойластырып, бір жаңа уайым қайғыға түсірдіңдер. Сендердің миллиардың болсаңдар да, маған пофиг қой. Так что, бірақ звондап хабарласып, неғып жоқ болып кеттіңіз деп жатқан адамдарға тикток блокта, банға тығып жіберді. Тобырлар неғып. Ал енді бұл жерде, енді жаңағы жас бала соттан кейін оның өлімі туралы менің сөзімнің 90% растылығын дәлелдейсіздер. Мен қазір нақты айта аламын, бірақ тергеу амалдарына зияны тиетін болғасын айтамай тұрмын. Менің айтқаным юрында, ертең сотта көресіңдер бар нәрсені. Сол кезде ойпырмай дейсіңдер, бүгінгі сендердің ойларың жаңағы алып қашпа, сатылды деп, міне Хасанға сатылды деп отырсыңдар ғой. Бір тиын ақша алсам, ташағым түсіп қалсын. Алмасам, соны хайт жазған адамдардың ұрпағы болмай кетсін дейікші. Аумин дейсіңдер ма? Аумин мен. Қабыл болсын сол. Мындан қараса алпамыз сен туралы шығарып жатыр екен. Алпамыз. Алпамыз? Ана блогер ма? Типа. Ана Индияның гимналарына не жасап жүрген? Орамал тағып жүрген. Орамал шешіп, қоя салсын. Керуен көшет, ит үрет. Оған уақыт жоқ алпамызда. Орамалын шешіп, еркектердің арасына қосылсын. Жекпе-жекті мен оны намыс, бір ұят деп ойламаймын. Жан Ахмадиді мен жекпе-жекке шақырам, ұрықпай ұйымдастырып берсе, нұр үстіне нұр болар еді. Ұсыныс білдірді ма сізге? Қалай болды жалпы? Бұл Талғардағы оқиға, жаңа Шерзаттың семьясына қайғырып көңіл айтамыз. Осы туралы 3-ші қазанда болса да 2024 жылы енді менде жұмыстардан қолым босамады. Содан кейін өзімнің көрермендерім, аға осыған барып ойыңызды білдірсеңіз, шындықты айтсаңыз, өйткені әртүрлі блогерлер, басқалар бір жақтай айтып жатқан туралы айтып, маған комментариймен өтініштер көптеп түсті. Содан кейін өзімнің жеке қаржыма, сол Талғар қаласына 16-сында шықтым. Сөйтіп сонда барып, Талғар қаласындағы мән-жайды зерделеуге өзім күш салып көрдім. Барғанымды, кіргенімді, кіріп бара жаққанда жаңағы айта кету керек, Хасан дегенді бір қорқынышты үрей қылған. Біз бара жатқан кезде біз солай деп ойлап бардық. Алайда Талғардың ішіне кіргеннен кейін ойымызды сол Талғар халқының тұрғындары, қаласының тұрғындары өзгертті ғой. Әлеуметтік желіде басқа, мынау көрермендерге толығыш айтып, әлеуметтік желі басқаша сарналмау шын мәнінде оқиғаға барған кезде анық шындықты көре бастайсыз, мен түсінгеніме. Тұрғындар не дейді сонда? Тұрғындардың біз енді біреулерінен былай алдық, біреулерінен көшеде таксовать етумен тура келді. Алматы мен Талғардың ортасына адамдарды алып, солардың бір-екі ауыз сөз үшін өз көлігімен таксовать етуге тура келді. Және Талғардың ішінде қаланы білмесек те адамдарды салып аламыз. Баратын жерлеріңе оңға жүр, солға жүр деп айтып отыр деп, солардан бір-екі ауыз болса да әңгімелерін алып, шынайы осы Талғарда болып жатқан іс-әрекетті халыққа жеткізу үшін жұмыс істедік. Полициялар қалай жұмыс жасап жатыр екен? Енді мен ойлаймын, бүгінгі бағдарламада тек қана шындықты айтасыз деп. Бұрында айтқансыз, бұл шындықтан айнымайсыз деп. Полициялар қалай жұмыс жасап жатыр? Жалпы қауіпсіздік шарасы қалай қолға алынуда? Жалпы жаңадегі Шерзаттың отбасының қауіпсіздігі қалай қамтамасыз етілуде? Енді менің көзқарасыммен Шерзаттың отбасының қауіпсіздігі қамтамасыз етілген 100% деп айтуға болады. Өйткені Талғарда үлкен жаңағы усиление жүріп жатыр, полициядан, басқа да құзырлы органдардан болу керек. Біз Шерзаттың үйіне бара алмадық, өйткені ол жаққа жібермейді.
пост сияқты да. Екінші мәселе, содан кейін біз Талғар қаласында бұл жаңағы осындай группировка бар 90-шы жылғы деп жаңа блогерлер айтып жатыр дедік қой. Біз соны зерделеу үшін ресторандарға бардық, мойкілерге бардық, баня, сауналарға бардық. Сондай комплекстердің хозяйкалерінің өздері шақырып сөйлесіп, шай басында дегендей солардың ойларын білдік. Олар да жаңағы мейрамханалардың өздерінің штаттары болады екен, WhatsApp нелері, группалары. Онда бұндай нәрсе өмірі болмаған дейді. Талғарда даже 90-шы жылдары Талғар қаласында бұндай группировканың аты шықпаған деді ғой. Бұл жерде Хасан деген азаматты кәсіпкер ретінде біледі, біреулер спортсмен ретінде біледі. Бірақ Хутюрка деген Талғардан бір 7-8 километр жер екен, ол жердің балдары кішкене бұзықтау болады дейді. Енді аға бір минут осы жерді қойшы, осы Хутюркаға бара сұрақ қойшы сізге. Хасанға байланысты айттыңыз кәсіпкер екен деп. Сол Хутюркаға байланысты. Аға енді жалпы әлеуметтік желіде шығып жатыр Хутюрка дейді мысалы. Ол қандай жер, шын мәнінде криминалға толған көше ма, ауыл ма, қалай? Сол көрермендерге түсінікті ретінде өзіңіз айқындап, айшықтап берсеңіз. Әр өңірде бір ауылдар болады. Мынау осы Түркістан облысында Сайрам ауданында колхоз Жамбыл деген бар. Колхоз Жамбыл деген 200-ге жуық мастер спортта шыққан спортсмендер тұрады. Олардың бәрі бандит емес қой, спортсмендер. Сол сияқты Хутюркада де основной жаңағы спорт дамыған болу керек. Енді жігіт болғасын төбелес басқа болатын шығар, ол бар жерде де болып жатыр. Бірақ бүгінгі мынау әлеуметтік желінің арқасында 16 жасар баланың өлімі бүкіл президенттің құлағына дейін жетіп отыр. Ол президенттің өзін біреулер осындай адам өліп жатқанда көрші елдердің президенттердің туған күніне барып жүр деп кінә тағып жатыр. Күніне статистика бойынша мыңдаған адам өледі екен. Оның бәріне президент көңіл айтуға міндетті емес деп ойлаймын. Иә, қайғы болды. Қайғы болғанда оны құзырлы органдардың бақылауында, қазір усиление болып жатыр, бірақ Талғар қаласында құзырлы орган халқының көңілі толмайтынын бізге тұрғындар айта кетті. Өйткені кеше осы жағдай болып жатқанның өзінде замминистрді алып, сол Талғардың начальник полициясын прокурорын алып, облыстың прокурорының орынбасарын алып, әкімдерді орынбасарларымен алып жатқан кезде сол Талғардың эбиесінен адам қашып кеткені туралы ақпараттарды біз осы желілерден естідік. Полицейлерге біз барып арыз жазамыз деп арызымызды алдырамадық. Өзіміздің осы Ағалық болашақ YouTube каналынан екенімізді басқамызды айтып әрең арыз тастап кеттік қой, бірақ ол арыз қаралған жоқ. Аға, мынау сізге енді Талғарға барғаннан кейін бөтен нөмірлерден хабарласып қорқыту, үркіту немесе көлденең кесе көлденең алдыңыз жапқандар болды ма? Болды. Өйткені бұл жерде мен барғаннан кейін, жаңа 1-2 күн жүргеннен кейін 18-ші қазанда телефонын айта берсем бола ма? Айта бер, біздің бағдарлама тек қана жаңағыдай шындыққа негізделеді міне. 8-707 114 92-84 деген телефонмен звондап, осындай мені Тараздан келді деп ойлап, Тараздан келіп сен не істемекшін, Талғардан шығамай қаласың, аяқ қолыңды сындырамыз дегендей әңгімелер айтты. Және осы WhatsApp желілерімен біраз қорқыту, үркіту әрекеттері болды, Хасанның інісімін деп. Одан кейін бұл мен айттым, бетіме айт, кездесіп сөйлесейік деп.